Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, құрметті талапкерлер. Бүгін біз ұбт-ға дайындықта жіберетін 7 қателікті айтамыз. Бұл қателіктер 90% оқушылар жіберетіндіктен видеоны соңына дейін көр. Менің есімім Мұхаммед Асқарұлы, Даму ұбт онлайн жобасының негізін қалаушымын. Ең бірінші қателік ол оқушылардың дайындық кезіндегі қиындықтарды уайымдауы, алаңдауы. Бәрі бірден оңай болып кетпейді, қиын тақырыптар бар, оларды меңгеру керек. Жеңіл меңгеру үшін сен өзіңнің білмейтініңді мойында, басыңдағы алтын тәжіңді шешіп, кіріс іске. Сонда саған жеңіл болады. Негізі бір таңдау пәнді 10 балдан 40 плюс балға дейін жеткізу үшін орташа есеппен біздің анализ бойынша 500 сағат керек. Сонда сенде 2 таңдау пән бар, 1000 сағат, және математикалық сауаттылыққа 150 сағат, Қазақстан тарихқа 300 сағат. Бәрін қосқан кезде 1450 сағат сенің 140 бал алуыңа керек. Оны 6 айға бөлсек, айына 241 сағат керек. Күніне шаққан кезде 8 сағат керек. Сонда саған 140 бал алу үшін 6 ай бойы күніне 8 сағаттан дайындық жүргізу керек. Біздің бұл жасап отқан есебіміз 50-60 бал алып жүрген оқушының 140 балға дейінгі көтерілетін уақыты. Екінші қателік, егер сен қазір қиын тақырыптарды, қиын есептерді әлі шығара алмай, меңгере алмай жүрсең, оны уайымдаудың қажет жоқ. Әлі де уақыт көп. Ең бастысы бірінші оңай тақырыптарды, оңай есептерді шығарып үйренуің керексің. Оңай жеңіл тақырыптар бар, олар бірден меңгеріледі, ол тауықтың етін жеген сияқты жылдам қорытылады. Ал қиын тақырыптар ол қойдың еті сияқты жейсің, ол біраз уақыттан кейін барып қорытылады да. Сол үшін оны бірінші түсіну керек, не болып жатыр, қалай шығарылады есептер. Екіншісі соны есте сақтау керек, үшіншісі қайталау керек, төртіншісі соған практика жасау керек. Любой қиын тақырыпта осы схема пайдаланылады. Үшінші қателік жасауға болмайды, бір тақырыптың ортасынан кіру. Басындағы нәрселерді білмей, ортасынан прямой кіресің, ол нәрсе болмайды. Любой нәрсенің басы бар, аяғы бар. Сен бірінші оңай нәрселерді, оңай есептерін шығар. Тригонометрия ма, оңай есептерін шығар. Комбинаторика ма, оңай есептерін шығар. Одан кейін орташа, одан кейін қиын есептеріне өтесің. Ауызша пәндерде де осындай нәрсе. Төртінші қателік мектептің кітаптарын қолданбау. ұбт-да сұрақтарды мектептің кітаптарынан алады. Сол үшін біз бірінші кезектегі ең маңызды, ең құнды оқу құралымыз ол мектептің кітаптары. 6-7 класстар. Ол ауызша пәндерде 100%, есеп пәндерде мектептің кітабының есептері соларды шығару керек саған. Сол саған тегін оқу құралы ғой. Бесінші қателік пробный тапсырмау. Пробный тапсыру керек, және сол жердегі қателеріңмен анализ жасау керек, қатемен жұмыс жасау керек. Менің 140 бал алуыма қандай тақырыптар кедергі, нені білмеймін. Соны жасау керек. Оны жасамасаң никак. Алтыншы қателік бір пәннен ғана дайындалып, қалған пәндерді ұмыту. Кейбіреулер айтады, мен қазір математикаға дайындалам, 45-45 алам, физикам бірақ 25 бал алып жүрмін дейді. Сондай оқушылар болады, математикасы 45-45, физикасы 30 бал. Кейбіреулердің таңдау пәндері жақсы болады да, Қазақстан тарихынан 7 бал алып қалады, мат сауаттылықтан 7 бал алып қалады. И соның арқасында ол грантқа жетпей қалады. 1 бал жетпей қалады, 2 бал жетпей қалады. Біздің ұбт-дағы басты нәрсе ол ұпайлардың қосындысын ол максималды түрде жинауға тырысу керек. Мат сауаттылық қиын емес. Хотя бы күніне демей-ақ қояйын, аптасына бір рет болсын ютубтан мен ұбт нұсқаларын талдап келатырмын. Осы каналда видеолар бар. Сол видеоларды көрсең де мат сауаттылықтан ұпайларың жайлап өсе бастайды. Қазақстан тарихта қиын емес. Қазір 20 балды оңай жинауға болады. Қазақстан тарихы ең ұпай беретін пән. Оны ұмытуға болмайды. Қазірден онымен дайындалу керек. Жетінші кеңес, демалуға, ұйықтауға уақыт табу керек. Сен қазір ұйқың дұрыс болмаса, түннің бір уақытында ұйықтап, және аз ұйықтасаң, және аз тамақтансаң, тек қана оқумен көп уақыт отыратын болсаң, онда сенде жаңағы жанып кету, выгорание дейді, сондай нәрсе болуы мүмкін. Әрине көп еңбектенуіміз керек, бірақ біз өзімізді демалтып барып жұмыс жасауымыз керек. Бір моторды қосып қойып, оны өмір бақи жұмыс жасата беру мүмкін емес, ол бір күні күйіп кетеді. Әр нәрсенің уақыты бар. Сол үшін де сен демал, және өзіңнің жүйең болу керек, сенің өзің жоспарларың болу керек. Мен осыншама 60 бал алып жүрмін, бір айдан кейін 70-ке көтеруім керек, 80 болуым керек. Мен наурызда 100 плюс алып жүрмін керек. Сәуір, мамырда уже 110-120 алып жүрмін керек. И ұбт-та мен 130 бал алуым керек деген сияқты сенің өзіңнің жаңағы 130 балға жететін жол картаң болу керек. Қорытындылай келген кезде бәрі айналып келіп сенің еңбек етуіңе, сенің жұмсаған сағаттарының қанша екеніне келіп тіреледі. Сол үшін де видеоны көргеннен кейін дайындығыңды жалғастыр, және дайындығыңды сапалы қылып жасауға тырыс. Келесіде қандай видеолар, қандай тақырыптарға түсірейік, төмендегі комментарийға өз пікіріңді жазсаң болады. Видео ұнаса лайк басып достарыңмен бөліс, және каналға тіркел.
Және біздің Даму онлайн тегін сабақтарына тіркел, астындағы сілтемені пайдалану арқылы бізде тегін сабақтар болып тұрады. Сол сабақтарда сені күтемін. Келесі видеоларда кездескенше.